Ассалаумағалейкум ағайын, той құтты болсын. Дүбірлі тойға алтын уақыттарыңызды қиып, алтын бастарыңызды иіп, айрандай үйіп келген адамдарыңызға Алланың нұр жаусын дейміз. Халықтың сүйіктісі келсе, хан орнынан тұрыпты дейді. Бүгінгі той иесін, той киесін ортаға шақырайық ағайын. Асқаралы алпысыңыз, тал түсіңіз құтты болсын. Қазақта керемет сөз бар. Жеті балаң жерге қаратқанша, екі балаң көкке көтерсін дейді. Атаңнан бота қалмаса да, атаңнан бата қалсын. Бота бір жұттық, бата мың құттық дейді дана халқымыз. Қазақ брендіне айналған Еркенұр фирмасының мінекей шапанын жауып атыр ағамызға. Шапаныңыз құтты болсын, бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Жақсы ғой, жақсы тойдың басталғаны, орындалды көңілдің бастарманы. Ағайын тек қана тойға жайылсыншы, Талғат ағамыздың берекелі дастарханы деп бірін шапалақ соғып қойыңыздар ағайын. Адамның бәрі бақытты, бақытсыз адам өзінің ниетінен табады дейді. Өмір бойы қол ұстасып келе жатсыздар. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Ал шапалақ ағайын! Алматы деген алып шақырда барлықтарыңыз өстіңіздер, үлкен арман арқалап келіп, үлкен деңгейге жеттіңіздер. Вокзал? Қай вокзал енді? Вокзал көп қой. Бірінші? Бірінші вокзал ма, точно ма? Соңғы әрі нақты жауабыңыз ба? Екінші? Екінші вокзал ма, көрейікші қанекей. Бірлігі жоқ ұлыстың көптігіне не пайда, ұстары жоқ қылыштың өткіріне не пайда, бір-біріне от шашқан елдігінен не пайда деп, сол береке бірлігі жарасқан әдемі коллективті ортаға шақырамыз. Келіңіздер! Барлықтарың сөйлейсіздер ма? Барлықтарың сөйлесеңіздер, мен бір шай ішіп келейін. Қалжың. Қазақтың үлкен өнерпаз ұлы, бүгінгі той кереметтей болды десеңіздер, осы Асқар бауырымның сіңірген үлкен еңбегі. Әрқашан биіктен көріне беріңіз, деніңіз сау болсын, сіздің де қызық қуаныштарыңыз көп болсын. Ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам саған бақыт іздеп жүргенім дейді. Ендігі бар ғұмырды осы ұрпақтарыңызға бақыт іздеумен өткізе беріңіздер. Аман болыңыздар ағайын, той құтты болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Талғат ағамыздың 100 жылдық мерейтойында Алла тағала басымызды қосуға нәсіп етсін.